Сәлем, мен Аскербек. НЛО. Осы сөзді естігенде ойыңызға не келеді? Бәлкім, өте жылдам ұшатын тарелкалар, немесе ұсқынсыз гуманоид. Бізден басқа табиғат иелері бар ма? НЛО ұғымы қайдан пайда болған? Мүмкін осы сұрақта сізді мазалаған болар. 1947 жылы Америкада Нью-Мексико штатының Розуэлл қаласынан 30 шақырым жерде ең алғашқы тарелка тәрізді ұшатын аппарат байқалған. Сол оқиғаның айналасында үлкен дау-дамай болғандықтан, Америка үкіметі сол оқиғаға байланысты барлық ақпаратты құпия ұстауда. Бірақ сол гуманоидтарды тексерген дәрігерлер оны видеоға түсіріп үлгерген. Бірақ ресми түрде НЛО-мен ешқандай әлі байланыс тіркелмеген. Бірақ не дегенмен де қоғам бізден басқа табиғат иелері бар екеніне сенеді. Оған дәлел өте көп. Тарихи деректерге көз жүгіртсек, ежелгі Египеттегі Хеопс пирамидасы. Хеопс пирамидасы осыдан 4,5 жыл бұрын салынған. Оның биіктігі 138, ал ені 230 метр болған. Математикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл пирамиданың пропорциясы өте керемет сақталған. Оның ені де ұзындығы да дәлме-дәл келтірілген. Ежелгі заманда бұндай алып пирамиданы салатын технология болмаған. Сондықтан бұл жерде НЛО-ның қатысы бар екені көрініп тұр. Егер бұл дәлелдер аз болса, археологтар пирамиданың ішін зерттеу барысында таныс иероглифтерді көреді. Олар қазіргі заманғы тікұшақтар, қайықтар және НЛО-ның тарелка тәрізді ұшу аппараты. Бұны жай кездейсоқ сәйкестік деуге болады. Бірақ ежелгі адамдарды үңгірге салып кеткен суретінен бастап, орта ғасырдағы суретшілердің шығармасында да кездескен. Бұны біз сәйкестік дей алмаймыз. Ал бейнекамера пайда болғаннан бастап, ғаламторда НЛО жайлы видеолар күннен күнге көбеюде. Гуманоидтар мен ұшатын тарелкалардан бөлек, өзге планеталықтардың бар екеніне дәлел бола алатын ол егіс алқаптарында қалдырылған ою-өрнек және геометриялық фигуралар. Олар әлемнің түкпір-түкпірінде бар. Мысалға, Англиядағы мына егіс алқабында алып минуза ұқсайтын ою-өрнекті көруге болады. Ал мынау Тольятти қаласындағы қалдырылған шеңбер. Бірақ Ресейде бұлардың саны 300-ден асады. НЛО-ның бар жоғына әр адамның өз көзқарасы бар. Бірақ әлемде 100 миллиардтан астам галактика бар. Оның әрқайсысында миллиардтаған жұлдыз, яғни миллиардтаған планета бар. Тіршілік тек біздің жерімізде ғана болуы мүмкін емес. Уәде еткендей видео қызық болды деп ойлаймын. Видеоны аса не істеу керек екенін білесіздер. Осы тақырып жайлы өздеріңіздің ойыңызды, пікіріңізді комментарий жазып кетіңіздер, ол маған өте маңызды. Және бүкіл әлемдік ұлы апат жайлы видеоны міндетті түрде көріңіздер. Бүгінгі тақырыпты достарыңмен бөліс, талқыла, өзіңді дамыт. Сіздермен